Қайта кіре беру ол ұлдамандыққа, азартқа алып келеді. Ал енді қара, мысалы сен бір күнде тейкті алдың, и тейгің сені $1000 болады. Бірақ сенде ойын болады ғой, мен тағы алғым келеді. Оны қалай тоқтатасың сұрақ? Мен ойымша ол бүкілінде сол сұрақ болады. Олай Қызықты дейсің ғой. Қызықты, мысалы маған өзіме қызықты. Ол тейк алған кезде $1000 мен шығып кетемін. Қалай, мысалы мен ойымша басында болсын да біраз уақыт өткеннен кейін болсын да сенде сол сұрақ болады. Мысалы сұрақ дегенде қалай ғой? Мысалы сен табыс алдың $1000, и ішінде осындай ой болады да, ішінен айтады саған. Давай тағы алайық. Тағы можно заработать деген сияқты. Соны қалай тоқтатасың? Қайта кіре беру ол ұлдамандыққа, азартқа алып келеді. Менде де басында болды, бірақ күресу жеңіп шығу оңай болған жоқ. Тейк алдым, стоп алдым, түрлі стоп алсам, қазір тауып алам, қазір шығарып алам деп қайта кірем, тағы да стоп, тағы да минус. Сосын тейк алдым. Дисциплина қалай қойдым, сол күннен бастап менде стабильный пайда көзіме көріне бастады. И мен бір тейк алсам, или болмаса стоп алсам, мен шығып кетем. Қалаға шығып келем, киім аралайым, болмаса тауға барып айналып келем деген сияқты.